Bir gana ağız sözü sozmayın. Al, birinci top bastırdı. Birinci top bastırdı. Жақсы, екінші топ, үшінші топқа. Үшінші топ барлық ағылшын отырған адамдарға. Отырыңыздар, сабағымызда жайттар үш түрде бөлінеді. Бұл биотикалық факторлар, ол абиотикалық факторлар және антропогендік факторлар болып үшке бөлінеді. Яғни бұның ішінде биотикалық факторлар дегеніміз ол тірі ағзалар деп айтып болады. Яғни тірі табиғат ережесінде болып келеді. Тірі ағзалардың, яғни оның ішінде жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдер бір-біріне тигізетін өзара әсерлерінің жиынтығы. Биотикалық факторлардың өзі үш түрге бөлінеді. Қандай десек, фитогендік, зоогендік және антропогендік. Фитогендік деген грек тілінен аударғанда өзі-ақ біліп тұр, нені білдіреді? Өсімдік, яғни биология өсімдік дүниелер біледі. Зоогендік деген қандай? Дұрыс айтады, шөлдің көбісі қай жерде отырамыз? Яғни экваторда орналасқан ояқта күннің көзі өте мықты түс, сондықтан да бұл жерде өзінің жүйесі бөлек. Ал көлше, ал қалай айтамыз? Экологияны адам өте алады, және де оның шамасы әдемелеп алады. Яғни біз және де адам мен орманның келісім ертегісі. Ал кірісіңізге орындарыңыздан тұрып, биотикалық қандай болды? Қол көтерген балар қамбыр, ұзақ жауы. Мен бірақ оны сіздерге түсіндірдім. Биотикалық, абиотикалық және антропогендік айтады. Абиотикалық деген өйткені біздің екінші ережеге сәйкес болып тұр. Ол не болып тұр? Өлі табиғат факторлары болады. Сіздерде басты қоянды жіп қойды. Қандай фактор? Бізде екінші топ болады, не? Бағалаймыз, чемпионат білесіздер, 10 балдық жүйе, яғни үшеулеріңізде жауаптарыңыз өте керемет болады. Келесі жұмысқа әріптестерде, сосын жұмыла жұмыс жасаймыз, қазір бізде топ басшылары жауап беріп жатыр көбінше, және де бір-екі адам ғана көмек. Бәріміз жұмыла жұмыс жасаймыз, жарай ма? Кезекпен шығу керек, сөйлеу керек, бәріміз үлгеруіміз керек сөйлеп. Әркімнің қоян шөпті жеп жатыр, ал ол жанды табиғат. Жанды табиғатта ол қайта шығады. Жақсы отыра қойыңыз. Жауап қабылдаймыз. Жасыл орманның ортасына кішкентай бұлақ
температура бактерия бар. Біз абиотикалыққа күн сәулесі, жел, температура. Ал енді қараңыздар, қосымша қосатын жауаптарыңыз бар ма тағы да? Айзере бар ма тағы да? Ауа райы жылы болса, ол жануарлар да көбейіп өсімдіктер де өсе бастайды. Ал енді қараңыздар, абиотикалықта сіздерде күн тұр, иә? Егер күн болмаса, жалпы экологиямызда даму бола ма? Неге? Егер күн сәулесі жоқ болса, яғни бізде ешқандай жасыл, яғни сіздерде ең маңызды фактор не тұр? Күн ба, ауа райы ма? Күн әрине. Мұны осы жерде ғана сіздерде кішкене қате келді. Отыра қойыңыздар, рахмет жауаптарыңызға. Сыйларыңыз, барлығы оқуға қажетті дүниелер. Пікірлеріңізді жазып болсаңыздар, маған өткізсеңіздер болады, столдың үстіне жабыстырып. Ағзаларда екі түрлі қоректік тізбек жасалады. Ағзалар шөп, қоян, жылқы, шегіртке, бақа, жылан жатады. Осынша қай тізбектер Бірінші тізбек сіздерде шөп, шегіртке, бақа, жылан. Ал екіншісінде шөп, қоян, жылқы. Аха, жақсы. Енді қараңыздар, шөп дейді. Екеуі де шөптен басталды. Шөпті шегіртке жейді, дұрыс па? Не жетіспепті жүрді? Мен бағана ғана айтып, бағылша жетіспейді. Стрелка орысша айтқанда бағылша жетіспейді. Шөпті шегіртке жейді, шегірткені бақа жейді, бақаны жылан жейді. Бірінші тізбек дұрыс. Екінші, шөпті қоян жейді, қоянды түлкі жейді. Екінші тізбекте дұрыс. Енді ішіндегі сіздерге сұрақ қойып тұр. Қай тізбек ұзын және неліктен? Қай тізбектен ұзын? Бұл жерде бір-бірін қоректік тізбектің ұзындығы неліктен? Өйткені берілген жануарлар мен жәндіктер, өсімдіктер көптер. Жақсы отыра қойыңыздар. Жақсы табиғат белгілі бір жағдайда өмір сүріп өмірге алмастыруға қатысатын. Ал егер адам экожүйесіз тіршілік ете ала ма? Ете алмайды, иә? Келісеміз дейміз, яғни бірінші жауабы бізде иә, келісеміз. Лотос, ажыр түймедақ деген жақсы. Түймедақ береміз. Үшінші топ бізде жауап не болды? Жеткіліксіз тапсырма. Үш топқа тірі ағзалар тұр. Осы ағзаларды таңдау арқылы өздеріңіздің жүйелеріңізді жасайсыздар. Ал енді кірістік. Аяқ жағында маркетті жасап, дәлелдеуіміз керек. Ақы гүлдер шықты. Ортаға шығыңыздар онда. Бірінші сөйлем тапсырмаларыңыз қайда? Ал енді сіздерге тапсырма, жеке тапсырмада дәптермен жұмыс. Суретті дұрыс таңдадыңыздар ма? Болмаса, жақсы. Егер су ластанса, жойылады. Егер жануарлар жоғалса, жақсы қабылдауға болады. Отыра қойыңыздар, рахмет үлкен. Орман дейін десек, ешқандай дүние сәрді кем сияқты көп нәрсе жетіспейтін сияқты. Шөл деп айтайын десек, ашиманы құм, дала, жазық, тұрғаны болып тұр. Мына жерде тек қана уақыт кетті. Міне тапсырмасы дисциплина. Сол сіздердің ережеге назар аударыңыздар. Міне тапсырма экожүйе макетін жасап отыр, иә? Яғни макетпен жұмыс бұл тәжірибелік тапсырма болып келеді. Қажетті материалдар сіздерге берілді, иә? Енді қараңыздар, бұл жерде бүйтіп бөле алмаймыз. Бұл жерде барлық жерде қарастыратын абиотикалық биотикалық. Сіз қазір барлық туралы ақпарат бердіңіз. Бәрін бөліп тұрған не болып тұр?
Бәрі нені біліп, Ислам? Екінші, ал тағы да не біріктіріп тұр? Балықтар нені жақсы көреді екен? Күннің ыстығын жақсы көреді, температураның жоғарылығын жақсы көреді, және де суға төзімді жануарлар. Отыра қойыңыздар, жақсы қорғалады. Ол жерде аю, боғы, бар, және де тағы да басқа орманның ішінде жүретін жануарлар болады. Біз мысалға аюды шөл далаға апарсақ, ол шөл даланың ыстығына, температурасына шыдай алмайды. Жарайды, оның барлығы су асты жануарлар дедік. Нені жақсы көреді бұлар? Су балдырын жейді. Яғни бұл су астында өмір сүретін патшалығының өсімдіктері мен жануарлар деп айтуға бола ма? Болады. Жақсы отырады.